Сәлем құрметтім, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен бір жасағаннан шығатын өте жұмсақ бауырсақтың рецептімен бөлісетін боламын. Бұл рецепт 100% сізге көмектеседі әрі бауырсағыңыз керемет шығады деген ойдамын. Кеттік ендеше видеоны соңына дейін қараңыздар. Бисмилла деп рецепт жасауға дайын болыңыздар. Алдымен 250 грамм жылы болу керек, естеріңізде болсын. Су қатты ыстық болмау керек. Қатты ыстық болса дрожжыңызды күшін азайтып тастайды. Алдымен 2 ас қасық шекерімізді саламыз. Жақсылап араластырып шекерімізді ертіп аламыз. Келесіде тұз саламыз. 1 шай қасық. Оны да жақсылап араластырып ертіп аламыз. Келесіде сұйық май 1 ас қасық. 1 жұмыртқа. Bunu da жақсылап араластырамыз. Соңынан разлихитель, дрожж, екеуі де 1 шай қасықтан жақсылап араластырып көпіршітіп аламыз. Байқасаңыздар, біздің суымыз көпіршіді. Келесіде 500 грамм ұнымызды аз-аздан салып, жақсылап араластырып қамыр илеп шығатын боламыз. Естеріңізде болсын, ұнымыз електен өту керек, ол міндетті. Ұнды біртіндеп сала отырып, жақсылап қамыр илейміз. Естеріңізде болсын, артық салып қойып, қамырымыз қатты болмау керек. Егер де сізге көп мөлшерде керек болса, осы рецепті 2-3 есе көбейтуге болады. Менде бұл жерде 2 илеген бауырсақ шықты осы рецептпен. Осылай жақсылап илеп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай жан-жағын қамыр қатты болған жоқ, орташа болды. Яғни орташа жұмсақтықта болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай астындағы қамырдың бәрін салып жақсылап илеп аламыз. Бетін жауып, жылы жерге 2,5-3 сағатқа қоясыздар. Өзі жақсылап көтерілетін болады. Сосын естеріңізде болсын, бұл қамыр ашытқанда қамырдың бір құпиясы міне жаймендеп көтерілген, өте жұмсақ. Осыны бір қайтарып илеп жібересіздер. 2-3 есе жаңағы көтерілген кезде қайта-қайта илей берсеңіздер, бауырсақтарыңыз одан да керемет болады. Бұл да осы бауырсақтың бір фишкасы ретінде қабылдасаңыздар болады. Қайта илегенде май пайдаланатын боласыздар, пісте майды. Сұйық май, яғни сіздерде қалай айтатынын. Осылай ұрғылап жібереміз. Бұл да бауырсағымыздың жұмсақ болып пісуіне. Міне қамырымыз ашып көтерілді. Мен 2-ге бөліп жайып алдым. Жаймай жатып, әлі піспей жатып, бауырсақтың, яғни қамырдың керемет екені көрініп тұр. Байқасаңыздар, жақсылап жайып аламыз. Қатты жұқа болса да, қатты қалың болса да пісетін болады. Жұқалықта да көтеріліп пісетін болады. Оның бәрін алдағы уақытта көрсетеміз. Мен сіздерге 2 түрін көрсететін боламын, яғни домалақ түрінде. Осылай кесіп аласыздар домалақ етіп. Достар, қандай қамыр илесеңіздер де жоғарыда айтқан фишкаларды ұмытпаңыздар. Нан ашытсаңыздар да қайта илеңіздер. Қызып тұрған майда осылай пісіріп аламыз. Байқап тұрсаңыздар, бауырсақтар көтерілді. Осылай пісіріп ала бересіздер. Егер де далада пісіретін болсаңыздар, байқаңыздар, оттың астын лаулап жібермеңіздер. Мен газда пісірдім. Газдың орташа өзінде пісіріп, қатты қойып алдым. Міне осылай қағаз сүлгіге қойған себебім майды өзіне тартып алады. Бұл да бауырсақ пісіргенде бір фишка ретінде қабылдап алыңыздар.
келесіде бұл өте жұқа жайылған, оны да көрсетейін деп сіздерге. Міне, жұқа болса да өте керемет көтерілді. Көріп тұрғандарыңыздай видеода осы рецепт өте оңай әрі бауырсағыңыз жұмсақ әрі тәтті болатынына 100% сенімдімін. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Құрметті достар, менің арнамда көптеген видеолар бар, пайдалы рецепттер бар. Көріп бөлісе кетіңіздер. Егер де осы видео ұнаса, пайдаңызға жарап, осы рецептпен жасап жатсаңыздар, мені белгілеуді ұмытпаңыздар. Міне, екі түрлі де бауырсағымыз дайын. Өте жұмсақ әрі дәмді. Жасап көріңіздер, дастархандарыңызға ұсынып берсеңіздер болады. Менің арнама тіркеліп пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау саламатта болыңыздар. Мен сіздердің қолдауларыңызды күтем.